Біз енді қазір осы кроссовкамыздың мынау алды жағымен осы жанын тоқитын боламыз. Осы жаны басқаша тоқылады, келесі жаны да басқаша тоқылады. Өйткені егер бір немен тоқитын болсаңыздар екі түрлі болып кетеді. Екі аяқ киімді бірдей тоқыған жақсы, бір қатардан. Біз енді осы жерден аяқтадық жаңа. Енді осы жерден қызыл жібімізді алып, үзбей, мына жерден біреу қалдырамыз, мына біреуін қалдырамыз, мына келесіден бастаймыз. Осы жерден бастап біреу іліп аламыз. Біреу іліп, келесіден жаймен әр ұяшыққа біреуден тоқып, ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы екі жіптен жұмыс жібімізді шығарамыз. Осылай осы жерге шейін алып келеміз. Мына шетіне келдік, жаймен тоқып. Енді бұл жерден менде екі ұяшық қалды. Мына ең соңғысына тоқимыз. Жаймен тоқимыз. Осы жерден мына жерде біреу қалды. Енді бұл жерге ілмегімізді іліп қоямыз. Және мына жерді қатты бос қылмай, осындай неде қалдырып, мына жібімізді айналдырып, мына жағына алып келеміз. Бізде енді осы жерден бастаймыз. Бірінші мынау жаңа көтерген жеріміз бар. Мына бірінші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Енді мынау тоқылған жерде тұр. Келесісіне асты жағынан аламыз. Асты жағынан кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, бұл ұзын қылып тоқимыз. Келесі жанынан қысқа, келесі ұзын тоқимыз. Келесі мына жанындағы оған қысқа, келесі мынаған ұзын, келесі қысқа. Осылай осы жерге шейін апарамыз. Мына соңына келдік. Енді бұл жерде қазір қысқа тоқыдым. Келесі ұзын тоқып жатырмын. Енді осы екеуінің ортасында бір ұяшық қалды. Мінекей жақыннан көрсетейін. Мына ұзын тоқыдым, ұзынның ортасында бір ұяшық қалды. Мына да ілмек ілініп тұр. Сол ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, мына ілмектегі жіпті алып, сонда күршікті үш жіп болады. Сол үш жіптен бір жіп шығарамыз. Осы жерге қайтадан ілмегімізді іліп қоямыз. Дәл осындай қатардан төртеу тоқимыз. Мына жаққа енді менде мына жаққа алып келіп ілмегімді іліп қойдым. Енді жұмыс жібімізді артынан алып келіп, мынау алды жағынан шығарып, осы жерге шейін алып келіп, мына жерден қайырамыз. Астыға қарай, осы жерден ұстап тұрып, осы жерден ұстап, мынау бағана біз тоқыған жеріміз, мына жерден бастадық, осы жерде біреу қалдырғанбыз. Соған іліп, мына жұмыс жібімізді күршікқа өткізіп, осы жерден біреу көтереміз. Енді осы жерде мынау бірінші ұяшық тұр өзімен. Осыған кіргіземіз. Содан біреу, мына келесіге екеу, үшеу, төртеу, мынау ұяшық бесеу, үшеу, төртеу, бесеу,
мынау осы бұрышқа тағы біреу тоқимыз. Мынау 5-шісін тоқыдық қой, соған тағы біреу тоқимыз. Енді төбе жағын тоқимыз, әр ұяшыққа бір-біреуден. Мына бұрышта екеуі тоқимыз, арғы бұрышында екеуі тоқимыз. Сөйтіп осы жаққа шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Бізде ең соңғы қатарымыз. Менде мына жерде мына бұрышта екеу тоқыдым. Мына бұрышта екеу тоқыдым. Бір ұяшыққа екеу тоқыдым. Мына жағы менде мынамен қазір тоқитынмен 6 болады. 5 болды. Енді мынау 6-шысы мына бұрышқа тоқылады. Бұрышқа 6. Сосын мынау бізде бағана мына жерді біреу тоқымай кеткенбіз басында. Сол жерге тоқып аяқтаймын. Күртшіктағы жіпті шығарып, енді күртшіктағы жіптен өткізем. Осы жерден аяқтаймыз. Жібімізді арасынан өткізіп, осы жерден бекітеміз. Қатты тартып, бекітіп, осы жерден осындай ұзындықта қалдырып, кейін осылардың арасына білдіртпей тоқып жібереміз. Енді қызыл жібімізді аяқтадық. Енді біз оны ортаны тоқимыз. Осынша жіп алып қалып, енді бастаймыз. Осы жерде мына бұрыш болады, сол бұрыштан кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, осы жерден мынау жұмыс жібімізді іліп шығарамыз. Жұмыс жібімізді іліп шығардық. Енді біз мынау осы біреу іліп көтердік. Енді соның қасындағы келесі ұяшыққа жаймен тоқимыз. Біреу жаймен бәрін тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу. Осылай үш жерге шейін алып келеміз. Енді мына соңына келдік. Осы жерде менде мына жағы 20 болды арттан келгенде. Мынау 21, мына 22, екеуін қосылған жері 22. Енді мына жерде осы қызыл тұрады. Мынау осы қызылдың астына да біреу тоқимыз. 23. Енді осы жерде мынау келесі ұяшық, төбеге көтерілген келесі ұяшыққа кіргізіп, мынау күртшіктағы жіпке іліп шығарамыз. Енді осы ілгенімізге мына ілмекті іліп қоямыз. Енді осы жібімізді осылай ұстап, қайтадан мына жаққа апарамыз. Солай. Енді мынау жұмыс жібімізді осы жерге алып келдік. Бұл біздің екінші қатарымыз. Осы жерде мынау екінші ұяшық, үшінші ұяшыққа кіргіземіз. Екінші ұяшыққа кіргіземіз. Енді осы жерден жұмыс жібімізді іліп шығарамыз және көтереміз. Енді ораммен мынау бізде жақыннан көрсетейін. Мынау тоқылған бірінші іліп алғанымыздың сол ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Және осы күртшіктағы 3 жіптен өткіземіз. Үш жерін қысып тоқыңыздар. Енді келесіміз мынау бірінші, мынау екі ортаға
екі ортаға кіргіземіз де жұмыс жібімізді іліп шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Енді келесіге яшыққа кіргізіп, үш жіптен біреу шығарамыз. Бұл біздің екінші қатарымыз, осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Осы жерде біз ораммен мынау соңғы қатарларымызды тоқимыз. Мына жерден екінші қатарымыз, мынау қызыл көрініп тұр. Бірінші қатардағы соның астыңғы жағынан аламыз, тоқимыз. Сонда мына қызыл жібіміз көрінбейді. Мына ең соңғы неміз 24, 25. Мынау 26-шы. Осына бірінші тоқылғанмен екінші ілініп тұрған ортасына кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, осы жерден ілмектегі жіпті іліп аламыз. Енді мына күрчекте 4 жіп тұр. Сол 4 жіптен біреу шығарамыз. Енді келесі мына бос тұрған ұяшықтан жұмыс жібімізді іліп, күрчектегі жіптен өткіземіз. Тартып, осы жерге ілмегімізді іліп қоямыз. Сөйтіп арт жағын тартып, енді біз үшінші қатарымызды тоқимыз. Жіпті мына жаққа апарып, бізден бірінші қатарымыз біреуден ілдік, мына жақта біреуден ілдік. Енді біз екі ұяшыққа ілеміз. Одан кейін екі ұяшықтан іліп кетеміз. Мына бірінші ұяшыққа жұмыс жіпті кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарып, мына келесі ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Енді сол жұмыс жібімізді шығарған осы жерде астыңғы ұяшықтан шығарамыз. Бізде осындай болды. Енді осыған ораммен осы астындағы екі ұяшықтың бірінші ұяшығына кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, осы жерге біреу тоқимыз ораммен. Енді ораммен екінші қатарға тоқимыз. Ораммен. Сонда арасы осындай тығыз болады. Енді ораммен келесі әр ұяшыққа ораммен үстіп тоқып шығамыз. Мына жақтан мына жаққа келгенде біреу, мына жаққа келгенде екеуден аламыз. Менде енді мына жерге шейін, мына бұрышқа шейін көтердім. Осы жерден менде мынау 6-шы қатар 37 болды. Мына жақтан екеу алдым. Енді осы жерден соңғы теңесетін жерін осы жерден біреу іліп, мына күрчектегі жіптен іліп, тағы бір рет көтереміз. Осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Осы жерден сіздерге түсіндіріп өтейін. Мына жерде бірінші қатар біреу алдық, екінші қатар екеу. Одан кейін екеуден 4 қатар алдық. Менде бірінші қатар 23, екінші қатар 26, үшінші қатар 29, 31, 34, мынау 6-шы қатар 37 болды. Енді бұл жерде менде енді мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, теңесуге 5 қатар бар. 5 қатар. Мына жақтан енді бастаймыз. Осы жерден ілмегімізді алып, іш жағынан осы жерден мынау бұрыштан бастаймыз. Бұрыштан бастап өзіне біреу тоқимыз. Келесіге тағы біреу іліп аламыз. Сонда күрчекте 3 жіп болды. Сол 3 жіптен біреу жіп шығарамыз. Сөйтіп ілмегімізді іліп қоямыз. Енді оңғаратып, осы жерден енді біреуден аламыз.
Жаңа бізде бір қатар 2, 3, 4 қатар екеуден алдық, енді бір-біреуден аламыз. Осы жерден жұмыс жібімізді іліп, біз енді бұлай қиғашынан тоқимыз енді. Енді осы жерден біреу ілеміз, алып, тағы біреу көтереміз. Енді мынау тоқылған ілген жерімізден, бағанағы мына екеу ілген жерімізден сол ұяшыққа біреу тоқимыз. Келесіге мына екеу тоқылған ортасына біреу тоқимыз. Мыналардың да орталарына бір-біреуден тоқимыз, екеу ілгеннің. Екеу, үшеу. Осылай соңына шейін алып барамыз. Мына бұрышқа шейін келдік. Менде осы жерге шейін 36 болды. Енді мынау күрчектағы жібімізді ілмектегі жіпке өткізіп, ілмегімізді алып, осы жерден осы екеуін бір-біріне бекітеміз. Мынау жұмыс жібімізді екеуінен шығарамыз. Екеуінен шығарып, енді мына бетіне айналдырып, осы жерден мынау келесі ұяшыққа біреу шығарамыз, жіп. Одан кейінгі келесі ұяшықтан біреу шығарамыз. Енді үшеуден біреу шығарамыз. Және тағы ілмекке іліп қоямыз. Енді оңғаратып, енді мына жерде бізде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу қалды. Төртеу қалды. Енді осындай қысқарғаннан бізде бірі қысқарды, екі қысқарды, іш жағынан екі қысқарды, сондайдан төртеу болу керек. Соны осы жерге шейін теңестіреміз. Біз не жерде енді теңестірдік. Мен ішкі жағынан үшеу іліп алдым. Мынау қызыл мен ақтың теңескен жері. Менде бағана төртеу қалған еді. Біреуінен екеу алдым. Одан кейін тағы екеу алдым. Сонда теңесті. Екеуден іліп алдым. Енді бұл жерде біз мынаны осындай жерін шығарамыз. Көтерілетін жерін. Бұл жерде мен 16 қалдыруым керек. 16 қалдырсам, мынау ақтың, осы жердегі ақтың дәл ортасынан алуымыз керек. Егер бұлай кетіп қалатын болса, тар болып қалады да. Осы мына екі ақтың ортасынан аламыз. 16 санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17-ден күрчегімізді кіргізіп, осы 17-ден мына жақтағы іш жағынан үшеу іліп алдық. Бағана көрсеткендей. Енді осы жерден жұмыс жібімізді іліп шығарып, біреу, келесіден екеу, келесіден үшеу. Үшеу шығарамыз, үшеуден біреу шығарамыз. Енді іліп ораммен келесіге тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа шейін келдік. Менде ортада 14 қалды. Енді мынау соңғы мынаған теңесті, мынада тұр. Екеуінің ортасында ұяшық жоқ. Енді ілмектегі жібімізді іліп, енді осы екеуін теңестіреміз, қосамыз. Енді шығаратып, біреу, екеу. Күрчектағымен үшеу болады. Үшеуден біреу шығарамыз, және тағы ілеміз. Іліп, енді осы жаңа мына беттен үшеу іліп алдық. Мына жерден үшеу іліп алдық. Соның үшеу ілінген жері.
соның бұрышынан, мына үшеуілімді соның бұрышынан алып, осы жерден жұмыс жібімізді шығарамыз. Біреу келесіге, біреу келесіге, біреу. Бұл жақта 3 жіп болды, содан үшеуден біреу шығарамыз. Ораммен мына соңына жеткен шейін ораммен тоқимыз. Осылай тоқып, екеуі теңескенше тоқимыз. Мына жерін теңестірдім. Біз не жақтан 16 алғанда, 17-тен бастағанда, мына жерден 3 ілдік, мына жерден 3 ілдік, ортада 14 қалды. Екіншісінде мына жерде 3, мына жерден 3 ілгенде ортада 9 қалды. Мына шеттен 3, мына шеттен 3 алғанда ортада 4. Ең төбеңе қатар осылай бірікті. Екі жақтан да 3-3-ден алынып. Осымен сабағымыз бітті.